Береке құдалар, шаттық тойға келіңіз, құтты болсын бүгінгі шыққан биік төріңіз, алқалаған ел жұрттың ықыласын көріңіз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгін Ақерке қызымыздың ұзатуы мен құдалығы болып жатыр. Осындай той сіздердің әулеттеріңізде жұғысты болсын. Тек қана қуаныш, шаттық, мереке, ынтымақ пен береке болсын. Әрқашанда осылайынан күлімдеп, жадырап жайнап, бір-бірімізбен сыйласып, той жасап жүре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аман болыңыздар ағайын. Үлкен кішің кәрің бар, құда жекжат бәрің бар. Сахнаға мазар салыңдар, қадіратты жігіттің сәлемін қабыл алыңдар. Бүгінде маған артылды асабалар аманат. Қамырдан қылды суырып, қызыл тілменен қуырып. Сөз саптаймын саралап. Торқалы тойға келдің ба, елім ау, есен сәлемет. Жүнісбаевтар әулеті, Жүніс Қожаевтар әулеті той жасап жатыр қаламат. Той қожанға қазына құтты болсын жамағат. Бір қошы беттері сақсаңыздар шығайын. Ақеркемізге келіп отқан, осы Ақеркеміздің қолын сұрып отқан, осы Тараз елінен келіп отқан жігітімізді ортаға түрлі қошеметпен айғай-шумен қарсылай шығайын. Жадырап құлпырған осынау өлкенің гүледің. Қожаевтар әулетінде тек қуаныш күн, тек қана шаттық бола берсін. Ал енді басынан бері таймаған, қазаны отқа қайнаған, алыстан ақ тербетіп, көк тербетіп бүгінгі дүбірлі тойымызға ақ тілектерін арқалап келіп отырған осы әулетіміздің даналары, дариялары, қап қарияларын ортаға бүгінгі тойымыздың бетін ашып беруге, бірінші тілегімізді бастап беруге керемет қошеметпен, позитивпен шақырайық. Мадияр ағамыз және де Света, Зәуре, Серікті ортаға үлкен қошеметпен шақырайық шайын ортаға. Билет тілектеріңізді, керемет тілектеріңізді айтып беріңіз. Бүгінгі бірінші жасағанымыздың ең керемет сәттерінің, ең маңызды сәттерінің бірі қазақтың қасиетті асы етті ортаға бұл қошемет бірімен жүрген алдыра шығайын. Өз біріншілігін таныстырып жүрген қап-қара болуы сүрмесін шалбар киген кім десеңіздер Қызылорда облысы Шауырған ауданының тумасы Бағындыра деген ниетпен өнердің биікшісі. Қара сөзді қанат қылып, биікке қарай жолап. Алдыңда жүрсем бол елім, ақша атақ. Той жиын болса елімде, сыртыңнан қарап тұрмам. Қазіргі бірқар даланың әзірін айтып, ән салып, қызықтыра болмады. Ортаңызда ағайын қадыр деген қолдары. Бүгін тойдың соңына дейін отырасыздар ғой, кет қалмайсыздар, сіздерге керемет приз әкеліп қойғанбыз. Бүгін тамада жалғыз болғаннан кейін біз көппіз, кезінде мектепте айтатын еді, сендер көпсіңдер, ал мұғалімдеріміз, мен жалғызбын дейді. Қазір былай болады, 3 өлең қойған, сол 3 өлеңнің біреуін таңдап аласыздар. Қайсы өлең ұнайды, сол өлең ой уақытта ойнаған кезде ортадан бір құдағидан, болмаса құдадан бір қонақтан алып шығып, тікс-тікс 30 секунд, болмаса 20 секунд бере аласыздар. Жарай ма? Кетті. Бірінші өлең, қандай өлең қазір? Қандай өлең қойып? Шаршама тек шаршама. Сыңар жаным апам. Келесі өлең, келесі өлең. Екінші өлең. Үшінші өлең. Үшінші өлең. Қайсысы? Мына бұның біріншіден ұшып кетті, байқадыңыздар ма? Орнынан стартан ұрды ғой. Жоқ, біреуін ғана үшеуіңіз общий. Иә. Біріншісі, шаршама.
Шаршамай, любой уақытта қойылып болды, иә? Жаным, оқталып тұр ғой, бірақ любой уақытта осы өлеңді естейсіздер, отыра беріңіздер. Осы өлеңді естейсіздер, иә, болды. Иә, любой уақытта біреу маған көмектесіп тұрасыздар ғой, жаңағыдай пауза болған кезде. Ал енді той құтты болсын деп бүгінгі тойымыздың себепшілері ортаға Ержан мен Ақерке көңіл қошеметтен айбай шүме позитивтен аларғылай шауқаға билет беріңіздер шәкір көңіл күймен бүгін той болып жатыр деп билет беріңіздер. Бүгін той, бүгін қуаныш, бүгін шаттық не болады? Отырмаңыздар, сіздер қарап. Ал енді бүгін керемет қуаныш болып жатыр, ұзату болып жатыр, қызғылық болып жатыр. Ал енді Ақеркені сыйлап келген ағайын, оң қолымызды көтерейікші кәдімгі, бәріміз көтерейікші. Оң қолымызды, иә? Ал енді оң жақтағы отқан көршінің иығына қолыңызды қойып, сіз әлемсіз деңіздер кәдімгі. Siz әдемісіз деңіздер. Siz әдемісіз. Ал енді Ержанды сыйлап келген ағайын, сол қолымызды көтерейікші кәдімгі, сол қолымызды. Сол қолымызды бәріміз көтерейік, бір кетші сол, иә? Ал енді сол жақта отқан көршінің иығына қойып, сіз де ничосыз деңіздер кәдімгі. Сіз де ничо деңіздер деңіздер. Ал екі жас бақытты болсын, өмірлік шүбірлік болсын, тек қана шаңырағында қуаныш болсын деген ағайын екі қолымызды көтерейікші, екі қолымызды. Ал енді көтерейік бәріміз, қолды бір жерді көтере алмайды дейді, кәдімгі бәріміз көтерейік. Давайте пластик. Біліп алайық бүгінгі позитив. Бағана айттым ғой, 50% бүгінгі тойымызды, сіздердің позитивтеріңізді. Былай істейік. Бүгінгі жастардың мерейтойы құтты болсын деп позитивпен келіп отқан ең күшті стол. Қай стол беріңіз? Былай істейік онда. Былай істейік. Ең позитивті, ең көңілді қонақ қай столда болады? Қай қонақ берген? Рахмет. Апам деген мынау деп қойса, бәрекелді. Молодец, апам молодец. Кішкене тұрып нетпейсің ба? Мен қой деп. Ал енді былай істейік. Әу демейтін қазақ жоқ демекші, әуен айтайық, иә? Қазір былай істейміз. Дәл бөлініп алайық. Мына жақ енді өзіңіздің командаңыз, иә? Мына жақ сіздің командаңыз болады, жарай ма? Ержанның командасы мына жақ. Бар ма кәдімгі? Ержанның командасы деп әлгі нәрсе берсеңіз сіздер демедіңіздер. Кетті. Ал енді Ақеркенің командасы. Ұзату болып жатыр, қалаппен. О, деп отырсаңыздар, шықпен келді. Ақеркенің командасы бар ма? Қазір өлең қойылады. Өлеңнің қайырмасын, қай стол, қай жақ күшті айтып, Ержан мен Ақерке билеп тұрып приз апарып береді. Кетті. Бірінші білем, қайырмасын кім күшті айтады?
Bakadan siapa Kayısı olup kerime taytta. Yok, olay kapçan inada. Vay, bürüm de baytınız, bürüm. Apamız olna. Kerime taytta gitti. Bir zaman karışkan. Bir. Koşuna karışkan apamız olna. Bunlardan kat koy ya. Masajda toşkış geliyor aslında. Gitti. Giresi böyle. Kanday böyle kendine. Ben kaynamasın. Böyle geldi oturaya. Gitti. Afaların kardeşlerine efendim odur ki sizlerin stillerin. Yerler, belki çay stolga apar dinle. Kasım. Biz kalıyoruz. Çaysa. Ama kıtalar var. Siz şarkılar mı sizi? Kıta. Mayasta. Dia bapak terus proses. Бүгінгі шыққан биік төріңіз, алқалаған ел жұрттың ықыласын көріңіз. Бақыт тілеп жастарға ақ батаны беріңіз. Төс соғысып кәдені жасаңыздар құдалар, құйрық бауыр кәніги асаңыздар құдалар. Тойбастарым бұл тойдың айдыңыздар құдалар, шапан киіп
Ассалаумағалейкум, кешіріп деп амандастым. Бүгінгі дүбірлі тойымыздың екінші дастарханына қадам бастым. Бүгінгі болып жатқан той құтты болсын. Тойға келген барша халқым. Тойымызды сынамайық, қолдайық, асыл салып көңіл көтеріп ойнайық. Тойға келген барша халықты қош көрдіңіз. Сау болыңыздаршы. Бізде керемет әуен болсын. Өнердегі ағам, Данабай ағам. Өнері тамаша. Қазір бай бол, сұлуппен болады. Бәріміз ушыламай қалайықшы, иә? Мен көрсіңіз, сіздер көпсіздер. Былай, қазір өлең қойылады, музыка, болмаса звук қойылады. Сол звукты кім қай стол күшті істейді, соған приз апарып береді. Осы бикештеріміз, иә? Екі қызымыз приз апарып береді. Жаңағыдай стол сонымен ғой. Бірінші кетті звук. Намек, звукқа намек, соны кім бұл енді намекта улыбайся деген репетиция. Сол қай сөз айтады, сол істейді. Мысалы, тұр десе тұрамыз, қол көтер десе, биле десе, сондай секір десе, соны қай стол қызықты эффектный қылып істейді, соған приз болады. Жайма бірінші кетті өліп, улыбайся ол кетті. Келесі. Маэстро. Апам сұрау сұп көтіп бара жатырсың, билеп апарып сізге, билеп. Келесі звук, қандай звук кәке? Молодец. Это какой стол, девушка? Какой стол? На стол что? Көкөй айтам, молодец, вообще-то Олимпиадан жеңгендей болды ма? Маэстро, Карги, Анжата, Тройге. Молодец, что все. Хотя бы
рахмет. Молодец, ана ашки дегеніміз бар ғой. Бағанадан бері басынан бастап қатысып отырмын. Бір бұйырма байқадыңыздар ма? Бір бұйырып қойыңыздар, қош келдіңіз, соқ қойыңыздар, шәңке. Жарыққа ұмтылған, жадырап құлпырған осынау өлкенің гүледің өмірдің заңы бұл, көнесің бәрібір ел жүріп тұрса да жүрегің. Әкешің дарашың ақ жүрек. Керемет осындай той болып жатыр. Керемет осы негізі бұл қуаныш. Айтын нәрсе емес, ешқандай не емес. Біздің әрқашанда осы туыстарыңыз сіздің тойыңызды көтеріп, сіздің демеуіңізді демеп, осылайдан қолыңыз қолдап, кәдімгідей көкесіңіз болады. ертең қар жауа бастағаннан кейін тастай батып судай сіз көтеріңіздер. Ал енді келешекте болашақ күйеуіңізді қалай еркелетесіз? Тыныш вообще қызық қалды маған өзіңіз. Қалай еркелетесіз? Осындай кезде ержан болған қалай оны шақырасыз? Осындай кезде ержан билет керек кәдімгі. Билет, маэстро! Келесіз ба? Маэстро! Рахмет, бәрекелді. Кезінде бір кербез ханшайым болған екен. Кербез. Адам баласын менсінбеген екен. Үйінде 3 еркек болған екен. 3 еркек. Көкесіңдер шаршаған жоқсыздар ма? Отырып көрсеңіздер ғой. Сонда екеуі екі жақтан стойып отырып отырмын. Кезінде сол 3 еркек болған ғой. Үйінде күйеуі болыпты. Және де інісі болған, баласы болған. 3 еркек тастаған ғой жаңағы кербез ханшайым. Адам баласын менсінбеген екен. Bir күні жаңағы інісі кішкене бұзықтау болыпты. Қолының соғанағы болған екен. Bir күні 3 еркек баласы мен күйеуі және де інісі патшалыққа ұрлыққа түскен ғой. Сонда патшалыққа ұрлыққа түскенде олар ұсталып қалыпты. Бәрін мойнына қыл-арқан іліп дағдасуға дайындап қойды. Сонда адам баласын менсінбеген ханшайым патшалықтың алдына жылап еңіреп кетті. Сонда патша айтты, мынау ешкімді менсінбеген кербез ханшайым өзінің жақындарын ұстап ал деп. Қарай жылап келіп отқан. Давайте бұны бір сынап, бір мүмкіндік беріп сынап көрейік деген екен. Сонымен ханшайымды алдына шақырып алған екен. Сол кезде патша айтқан екен, осы 3 адамның біреуін таңдайсың, қайсысын таңдайсың, соның қолында ұста,
ұзатты жүрем деген екен. Шайым туған інісінің қасына келіпті да мойнынан бір құшақтап қасынан өтіп кетіпті. Туған баласының қасына келіпті да мойнынан бір құшақтап қасынан өтіп кетті. Өзінің жұбайының қасына келіпті да мойнындағы қыларқанды шешіп қолынан жетектеп кетіп бара жатты. Сонда патша: "Ей патшайым, неге сен өзіңнің бір құрсақтан туылған бауырыңды таңдамадың? Неге өзіңнің құрсағынан туылған балаңды таңдамадың? Неге жұбайыңды таңдадың?" дегенде ханшайым айтқан екен: "Менің бауырыма менің ата-анам ризашылығын берген. Ер адам жәннатқа бару үшін жәннаттың кілті ата-анасының, анасының табанасында, ата-анасының ризашылығында" деген екен. Ал мен мына баламның өзінің ісіне ризашылығымды бергем, өзінің бәрін орнына қондырған. Ал енді әйел адамы жәннатқа бару үшін жәннаттың кілті күйеуінің ризашылығында. Сол үшін күйеуінің ризашылығын алу үшін қолынан жетектеп баратқан жайым бар деген екен. Осыны теріс оқып қойыңыздаршы. Рахмет. Түйені аға екен, әрқашанда осы күйеуіңізді, жұбайыңызды аңдайсың, маңдайын терісін сүртіп, постоянно поддерживать, осының қолынан ризашылығынан бөлінгенше қасында болуыңызға Алла нәсіп етсін. Әрқашанда үйлеріңізде, шаңырақтарыңызда құт мереке, шаттық мереке бола берсін. Әрқашанда осындай басыңыз қосылып, мына қосылған дастархандарыңыз ең кішкентай дастархан болып, осы дастархандарға мені шақырмаңыздар, тамадап ше. Тек қана қуанышта, шаттықта жолығып берейік. Сіздермен бір кішігірім ойын болсын. Қазір былай болады. Үйде қонақ дейін. Бір қонақтан ортаға алып шығасыздар. Бір қонақтан ортаға алып шығасыздар. Үйде той дейін, сол алып шығған қонақтармен тікс билеп аласыздар, жер ма? Сосын тағы да үйде қонақ дейін, бір қонақтан алып шығасыздар, екі жақтан. Сосын үйде той, солармен билейсіздер. Тағы да, жер ма? Кетті, маэстро. Үйде қонақ кетті, бір қонақтан алып шығасыздар, шайға. Sarışama
шаршама, тек шаршама. Қайда жүрсің? Сіздер ұмытып кетті деп ойламаңыздар, келіңіздер. Қане келіңіздер. Үш қыз. Осы үш қыз бағана тойдың басына осындай адамды таппай қалған кезде, болмаса осындай бір пауза болып қалған кезде шаршамай, талмай, осындай қайтпай бір-бір қонақтан алып келіп осындай маған көмектесіп отқан осы үш қызға бір қошеметтер жасап қойыңыздаршы. Ең қымбат, ең күшті приздарды аяқ жағына, қаймағы астында дейді ғой, аяқ жағына жайлап қойдым. Мынау сізге екеуіңізге бірдей болсын. Ренжімеңіздер, иә, әдемі болады. Анау сковородканы осы қызыңызға кәкеге серікке бір фото басып қойыңыздар осылар. Әдемі көңіл бимен құдай түйінін келтіреді. Осы баршаңызды сыйлап шақырып, сыйластық танытып, осындай кең дастархан жайып, қымбат ресторан жалдан осындай құрмет білдіріп жатқан осы тойымыздың иелері орнымыздан тұрып, мойнымызды ортаға бұрып, қошемет тұрып, айғай шумен қарсы Шәке. Не деген көңіл күй, не деген позитив. Барлықтарыңыз сөйлеміңізден той болсын, тойдар бастарыңыз тек тойда болсын. Одан кейін тамадан айналған алғысым шексіз. Міне қайтқымыз келмей отыр. Жақсы, мынау талабыңа нұр жаусын, алға бассын. Екінші мына қыздарыма тойларымыз тойға болсын. Ақерке және де Ержан бастарыңыз бір жастықтарға. Қызылорда облысы Жаңақорғанның менде тумасым Қадыры деген ауылдан бағындырам деген ниетпен өнердің биік шыңдарын қара сөзді қанат қылып биікке қарай зуладым. Алдыңда жүрсем бол дедім, ақша атақ қумадым. Той жиын болса елімде сыртыңнан қарап тұрмадым. Қазақтай дархан даланың әзірен айтып ән салып қызықтырар думаным. Ортаңызда ағайын Қадыр деген ұлдары. Өздеріңіз білесіздер, әр ата-ананың парызы, тілегі ұлын ұяға, қызын қияға қондыру. Бүгінгі кеште мен ойымша қос ата-ананың армандарының орындалып жатқан күні, парыздарын, тілектерін орындап жатқан күні. Бұл өмірде іздегендер көп болғанымен тапқандар табылмайды деген екен. Алайда бұл екі жас бір-бірін тапқан бақытты жандар екеніне күмәніміз жоқ. Ұзаққа қашықтап